Армысыздар, қадірлі төрешілер мен көрермендер. Бүгін біз сіздердің алдарыңызда жай ғана оқушылар емес, бір тұтас идеяның символы шаңырақ мектеп парламенті ретінде тұрмыз. Неге шаңырақ? Себебі шаңырақ қазақ халқы үшін киелі ұғым. Ол тек үйдің ғана емес, мемлекеттің, бірліктің және ортақ мақсаттың белгісі. Біздің эмблемамызда бейнеленген шаңырақ мектептегі әрбір оқушының басын қосатын, оларды қорғайтын және биікке бастайтын киелі күмбез. Бауыржан Момышұлы атамыз тәртіпке бағынған құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды деген. Біздің басты миссиямыз мектеп қабырғасында тәртіп пен бостандықты, білім мен белсенділікті ұштастыра отырып, нағыз азаматтық қоғамның іргетасын қалау. Біздің парламент 42 белсенді жүректің бір арнаға тоғысқан мекені. Біз мектептің төбесі, оқушылардың тірегіміз. Абай Құнанбайұлы пайда ойлама арылы, талапқыл артық білуге де белгіткен. Біздің шаңырақ парламенті осы қағиданы ту етіп, мектеп өмірін жандандыратын тың жобаларды жүзеге асырып келеді. Біздің қызметіміз тек қағаз жүзінде емес, нақты іспен көрінеді. Қайырымдылық бағыты, қамқорлық фракциясы ұйымдастырған мейірімділік пен құрмет акциясы аясында қаламыздың ардагерлеріне тұрақты түрде көмек көрсетіп келеміз. Мәдени белес, қосшы бір аруы мен Music Time сынды жобаларымыздың арқасында біз мектебіміздің өнерлі жастарын бір шаңырақ астына жинадық. Бірегей жобамыз болашаққа бағдар. Бұл жобам біздің парламенттің мақтанышы. Біз заманауи мамандық иелерімен кездесулер ұйымдастырып, оқушылардың ертеңгі күніне жол сілтеп келеміз. Біз үшін әрбір оқушы жеке тұлға, ал парламент сол тұлғаның қанат қағар тұғыры. Адамды адам еткен еңбек деген шаңырақ парламентінің әрбір жеңісі біздің тынымсыз еңбегіміздің айғағы. Біздің қоржынымызда жыл мақтанышы 2024 байқауындағы жыл белсендісі атағы. Онымен қатар Қосшы стайл 2024 додасындағы бірінші орын. Ең бастысы үздік мектеп парламенті байқауының қалалық кезеңдегі бас жүлде және облыстық деңгейдегі биік көрсеткіштеріміз. Бұл тек дипломдар емес, бұл біздің мектептің абыройы. Біздің қолымыздағы әрбір грамота мен алғыс хаттың артында мектеп қауымдастығының сенімі мен қолдауы тұр. Біз нәтижеге жұмыс істейтін, сөзіне ісі сай келетін командамыз. Заманауи парламент, ашық парламент. Біздің шаңырақ өз қызметін бақ беттеріне кеңінен танытып келеді. Қосшы бір ньюс жобасы арқылы біз мектептің тынысын қалалық және облыстық деңгейде көрсетіп жүрміз. Біз туралы жарық көрген репортаждар мен әлеуметтік желідегі жазбалар біздің нағыз ашықтығымызды көрсетеді. Біз үшін ең үлкен марапат ол ата-аналар мен ұстаздардың ризашылығы. Біз қоғамдық пікірмен санасамыз және әрбір оқушының дауысын шаңырақ күлдіреуішінен өткізіп жүзеге асырамыз. Біздің ашықтығымыз, біздің күшіміз. Мұхтар Әуезов, ел болам десең, бесігіңді түзе деген. Біздің мектеп сол болашақ ұлы елдің бесігі. Ал шаңырақ парламенті сол бесіктің бүтіндігін сақтап тұрған киелі ұғым. Біздің басты жетістігіміз мектептегі ауызбіршілікті сақтап, әрбір оқушының өзін маңызды сезінетін орта қалыптастыру. Біз мектеп қауымдастығын дамыта отырып, тек білімді ғана емес, жауапкершілігі жоғары, белсенді ұрпақ тәрбиелеп жатырмыз. Көшбасшы болу бұл күн секілді өзгелерге жылу сыйлау. Сондықтан біз мектеп рухын асқақтатып, шаңырақты биік ұстап, ел ертеңін бүгіннен қалаймыз. Шаңырақ Бірлік пен белсенділік мекені. Біз біргеміз.